Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгінгі видео обзорым компьютерге немесе ноутбукке WhatsApp'ты қалай орнатуға болады. Алдымен Google'ды ашып аламыз, оған скачать WhatsApp на компьютер деп жазып аласыз. Одан кейін шыққан ақпараттардың ішінен кез келген біреуін ашыңыз. Біз қазір WhatsApp'тың өзінің сайтына кіреміз. Осы жерде мына жоғары жағында көк жолақтың ішінде скачать деген тұр, соны басыңыз. Оң жағындағы арнайы ноутбукке немесе компьютерге орнатуға болатын бөлігі шығады. Содан астынан скачать для Windows деген батырманы басасыз. Астында мына жерде загрузка жүреді. Осы жүктеліп жатырған документ көк жолаққа толғаннан кейін осының үстіне басып, сіз компьютеріңізге немесе ноутбугіңізге оңай WhatsApp'ты жүктеп алуыңызға болады. Мен бұны жүктемеймін, мен уже өзімнің ноутбугіме WhatsApp'ты жүктеп алдым. Енді әрі қарай осы жүктеп алған WhatsApp'қа өзімнің құжаттарымды қалай жібере аламын? Ол үшін сіз WhatsApp'ыңызды ашып қойыңыз. Одан кейін мысалға кез келген жіберетін адамға немесе топқа өзіңіздің жаңағы қандай құжат жібергіңіз келеді, соны ашасыз. Мысалға мен қазір презентация жіберемін. Сол презентацияны ұстап тұрып, мышкамен сол топтың үстіне апарып орнатасыз. Сол кезде мынандай окошко шығады сізде. Және отправить деп басасыз. Сол топқа сіздің жібергіңіз келген құжатыңыз өзі жүктеліп кейін барады. Еш қиындығы жоқ.